үлкен нөмір жоқ ана балық акулалар кішмейсіздер. Осы 70 кілінің төмен жағы 70 кілі болғанда бір және бір 70 кілі бар. Мына мен сияқты ет өсетін жеріне өскен мәмә десе мәмәсі, қарын десе қарны, мына мындай кішкене жамбасы бар. Және бір 70 кілі бар ана кесек күшті баған жылан ұқсаш, қарын кет қалған басқа ештемеші оған сыймайды. Ұқтыңыздар ма? Тәп-тәуір пигор бар 65 кілі дейінші, бұл 70 кілі алып ап қайтарам деп мазан аласыздар. 3 пасомын осындай қимыл қып берем. Өте үлкен нөмір жоқ болғандықтан халқым мынау өте жарасымды киім. Өніңген шөж қаған, шөгайліктен бой өспей қап, арық бір апашкалар бар ғой, нақ болады, мына жағасы нақ, Жүлай атамның жағасы. Кимесе де болмайтын дайда мынау. Міне. Мына реңін киіп берейін, енді екі рең ғана, және 5-6 реңі бар ма екен деп қамаңыз. Біреуі сүт рең. Мына не рең дейсіздер? Ұйғыршасы бір демірен қайту. Міне, көрдіңіздер ма? 65 кілінің төмен жағы киіңіздер, міне. Мен 65 кілімін деп қарын салақта кеткендер алып ап, кетпеле деп тұрып қайтарам деп мазан алмай, өзіңізді шағлап, жете ма, мынаны көріп алыңыздар, ұқтыңыздар ма? Мен 70 кілімін, бойым 1.59. Міне. Бірақ менің ары ет өсетін жеріме өскен, міне. Көрдіңіздер ма? Ана ет қате жеріне өсіп ағандар дөңкей бап, симады қайтарам деп мазан амаңыздар, қайта-қайта мал қайтарып мал әкелетін шама жоқ. Дене салмағыңызға қарап алыңыздар. Мынаны қанша кілі адамға сиятын анық айтып жатсам, біраз 90 кілі дүзгілер маған барма дейді. Жоқ. Бар келетін айтып жатыр, мына 90 кілі дүзгілге сиятыны мынау деп. Ал енді мынаны 60 кілінің төмен жағы киіңіздерші. Міне. 65-тің төмен жағы бойы бигерек, міне. Нақла 1 метрлік келген тық еткен шапан, қызметші, кадр, диқан, кім кисеңіз жарасады, мына пасон, міне. Нақ Қажымұраттың жағасы екен ма, жаға. Ойбай, мен Қажымұрат болмайым, осында Жүлай атам болам десеңіз, міне, былай қарай түміріп киесіз. Мынадан айбат шапан бар ма қалқым, міне. Кішік нөмір деп жатыр ме? Мына балық акулалар қарамаймыз бұған. Сүйек пен терге ілініп лағаған бір арықтар бар ғой. 45 кілі, 50 кілі, 55 кілі нақ солар киесіздер. 60 кілі, міне. Фигурын сақтаған әдем адамдар деймізді. Міне. Мына ішімдегі таужаңды және қойсы реңі бар. Бұл сәл қымбатырақ шығады қалқым енді. Бұл бүтін жібек мал мынау, міне. Юбкасының да бүтін көздері қолмен қойылған, міне, көрдіңіздер ма? Бас бетте менің ұқатын өмірім бар, қосып алуды ұмытпаңыздар. Мына кейде асығыстан, әлгі шарасыздан шалға тиіп барам дегендей, көп кісіге дұрыс жауап беремей қалып жатырмыз осы уағындашы. Өніңген чаққан сөйлей саламыз, амал жоқ. Сізге өніңгенше деп отырсақ, пәлен дүз адамға жауап бере алмаймыз. Соған дұрыс түсініңіздер.